Жаңа мен дастарханға кезіп қалдық ағая. Өзіңізбен таныстырып, жаңағы бір неңізді айтып берсеңіз. Жақсы, қос қойдым бұр. Мен осы бұрынғы Приозерный, қазіргі Тұғыл Тарбатай ауданындағы бала кезімнен кіндік қанын тамған көл астында Қарасуат деген бұрынғы бір аты Молдық деген болған екен. Содан 1,5 жасымда осы жерде қатты су көтеріліп, үлкен бұқтарма су қоймасы басталып, және ол іске қосылып жатқанда су көтерілген кезде халықты эвакуация жасап, көші-қон жасап, осы ауылға көшірген екен. Ол кезде мен 1,5 жаста екенмін. Енді қазіргі уақытта 68 жасқа аяқ басы қалдық. Бір дастархандарда отыр еді, міне қазір. Сонда Гүлзира, өзің не айтпақсың маған? Енді бұл нені бастап бердің маған? Жаңағы шығармаңызды оқып берсеңіз. Жақсы. Енді ол ойлардан, тұжырымдардан жылдар аралатып, адам бала кезінен бастап отанын сүйет, ауылын сүйет, халқын сүйет, ойлар жасайды, тұжырымдар жасайды, пікір жасайды. Сондағы ең үлкен пікір адамдардың арасындағы пікір емес, Алла тағала мен адамның арасындағы пікір ең жоғарғы деңгейде екен. Оған көзім жету арқылы осы арнауды бір өзім жүрегіме тоқып, және туыстарыма бәріне біраз жерлерге айтқан едім. Енді соны сен де сұрап отыр екенсің. Соны айтып берейін. Ей бауырым, ішіндегі тәуірім, ой шыңдауға келіп жүр, қарияларды тыңдайық, ойлары піскен жемістей, жылқы өспейді тебіспей, ерістің өзі-өзен басы бұлақ, ей жігіттер сөзіме салшы құлақ, тасса ертіс арнадан, аралды қалар жасырып, жақсы келсе қасыңа, шер тарқайды басылып, жаман болса қасыңда, сырларын қалар ашылып, тұжырым пікір жасамай, іс бастама асығып, жақсы пікір ойларың, керек болар бір күні, жүргеніңде жабырқап, жан дүниең ашынып, тапсыр бәрін Аллаға, тұрған мына ғаламды, мейірімен жасырып. Деп аяқтаппыз. Рахмет.